Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ауызда еритін, өте дәмді болып шығатын, тестасы үлпілдеп тұратын ұйғыр самсаларының рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқаның сарысы және де 1 жұмыртқаға 1 жарты шай қасық тұзымызды және қаймағымызды, оның үстіне 50 грамм салқын суымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. «500 грамм ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстіне мұздатқыштан 250 грамм сары майымызды алып, осылай ұнға ауната отырып, үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Барлығын бірден үккіштен өткізіп жібермеңіздер, ара-арасында осылай ұнға аунатып жіберіңіздер. Енді екеуін бірге қолдың көмегімен ұнтақтап шығамыз. Үстінен жаңағы массамызды құйып, қасықпен кішкене араластырып, кейін қолдың көмегімен барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Ешқандай артық ұн қоспаңыздар, осы ұнның өзі жеткілікті болады. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға немесе кәдімгі салафанға орап, холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Жарты сағат тұрған қамырымызды алып, екіге бөліп, біріншісінің үстінен кішкене ұн сеуіп жіберіп, осылайша жая бастаймыз. Біріншісін жайып жатқан кезде, екінші қамырдың қайтадан орап, холодильникке қоя тұрамыз. Бірінші қолдың көмегімен осылайша жақсылап илеп аламыз да, кейін оқтаудың көмегімен әдемілеп жая бастаймыз. Менде бар жоғы 5 минут уақыт кетті. Қамыр өте жұмсақ, өте нәзік, ішінде сары май болғандықтан тез-ақ жайылып кетеді, еш қиындық тудырмайды. Қамырларыңыздың шеті қалың болып жатса, осындай бір лайфхак көрсетейін. Қамырдың екі шетінен осылайша бір жерге орап, арасына кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер міндетті түрде. Видеода көрсетілгендей оқтаймен осылайша жайып шығыңыздар. Енді бұл қамырымызды шетке ала тұрамыз. Сіздерде бұндай қамырды жаятын жер болмаса, видеода көрсетілгендей арасына кішкене ұн сеуіп жіберіп, бірінші шетін жауып, тағы да кішкене ұн сеуіп жіберіп, екінші шетін жауып, 4-пішті етіп қойып қойсаңыздар, арасы мүлде жабыспайды. Екіншісін жайып болам дегенше бір шетте тұрады. Екіншісінде дәл солай үлкен қамыр етіп, жұқалау етіп жайып шығамыз міндетті түрде. Және де арасына ерітілген сары майымызды әдемілеп жағып шығамыз. Менде бұл қолдың сары майы, дәмі қолдың сары майын пайдалансаңыздар өте әдемі болады. Және де егер қолдың сары майы болмаса, 82%-дан жоғары сары майды пайдалануды кеңес беремін. Оның үстінен екінші қамырымызды салып, оның да үстінен ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін шетінен бастап, арасына ауа кіріп кетпейтіндей нығыздау етіп орап шығамыз.
Орап болғаннан кейін қолмен кішкене осылайша қысып жіберсеңіздер болады. Және де видеода көрсетілгендей осылай орап шықсаңыздар арасында ешқандай ауа қалмайды. Қамырымызды осылайша орап, салафанға салып, тоңазытқышқа 3 сағатқа қалдырамыз. Негізінде бір күн бұрын жасап, бір түнге қалдырып қойсаңыздар да, жаңағы сары май сіңіп өте әдемі болады. Начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін тартылған еттің үстінен 2 штук пиязымызды майдалап турап аламыз. Келесі кезекте картошкамызды турап аламыз. Картошка қосу міндетті емес. Мен өз отбасыма ұнағандықтан постоянно қосамын. Егер де сіздер қосып жатсаңыздар, осылайша майда етіп турап жіберіңіздер. Начинкамыздың үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш, 1 шай қасық қызыл бұрыш салып, оның үстіне кішкене фарштарыңыз майлы болмаса, кішкене сұйық май араластырып жіберіп, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Менің қамырым морозильникте 1 түн уақыт тұрды. Оны 1 сағат бұрын алып, шығарып, кішкене ертіп алдым. Және де барлығын осылайша 37, 40, 38 граммнан өлшеп алдым. Жаятын 3-4 қамырды алып қалып, қалғандарын ыдысқа салып, бетін жауып, тоңазытқышқа қайтадан сала тұрамыз. Себебі арасында сары май болғандықтан еріп кетуі мүмкін. Осылайша қамырларымызды кішкене ғана ұн себелеп, ұн себудің тіпті қажеті де жоқ. Осылайша жайып аламыз. Ұйғыр самсасының қазір сіздерге 2 түрлі түйілу жолын көрсетемін. Біріншісінің ішіне осылай начинкасын бір шетіне салып, кішкене жабыстырып жіберіп, бір-біріне видеода көрсетілгендей етіп, шетінен бастап түйіп шығамыз. Егер дәл бұлай түйе алмайым десеңіздер, 2-3 рет қайталап көріңіздер. Міндетті түрде сіздердің қолдарыңыздан келеді. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Начинкасын салып, егер де дәл солай үстінен шықпайтын болса, бұл жолы астынан жабыстырып көріңіздер. Бұлай да әдемі көрінеді. Ендігі кезекте екінші түйілу жолын көрсетемін. Ортасына дәл осылай начинкасын салып, қамырдың екінші қамырмен үстін жабамыз. Шеттерінің барлығын бір-біріне жабыстырып, қолымызға аламыз да, осылайша бір шетінен бастап, бағанағы бірінші түйгендегідей осылай түйіп шығамыз. Видеода түйілуі қиын болғанымен жасап көрсеңіздер өте оңай. Тағы да бір рет қайталап көрсетіп жіберейін. Осылайша салып, екінші бетіне қамырмен тағы да жауып, қолымызға аламыз өзімізге ыңғайлы болу үшін. Осылайша бір шетінен бастап, әдемілеп қысып-қысып ұраңыздар, себебі пешке салып пісірген кезде ашылып кетуі мүмкін. Осылайша түйген дастарханыңыздың сәнін өте әдемі келтіріп ашады. Самсаларымыздың үстінен жұмыртқаның сарысын әдемілеп жағып шығамыз. Оның үстінен кунжут сеуіп шықтым. Және де менде ақ кунжут болғандықтан әдемі көріну үшін үстінен кішкене мақта сеуіп жібердім. Сіздер олай жасамасаңыздар да болады, ешнәрсе сеппесеңіздер де болады. Бұл міндетті емес. Қызып тұрған пеште 220 градуста беті қызарғанша шамамен 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады, жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.